Жарты ғасырдан бері баспасөзде үздіксіз қалам тербеп келе жатқан, қазақ сөзінің қадірін ұлықтаған, ұлағаты ұшан теңіз, сырлы сөздің саңлағы атанған жазушы журналист Жолбарыс Тілеуұлы биыл мерейлі 75 жасқа толды. Оның еліне сіңірген еңбегі, жеткен жетістіктері кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге. Осы бір мерейлі қуанышты сәтте тағылымы дара, сөзі сара қаламгердің ғибратты ғұмырынан сыр шертуді жөн көрдік. Жолбарыс Тілеуұлы 1949 жылы 9 сәуірде оңтүстік Қазақстан облысы бұрынғы Киров ауданына қарасты Большевик кеңшарында дүниеге келген. Бұрынғы Октябрь қазіргі Жаңадала 8 жылдық мектебін, кейін орта мектепті Мақтарыл ауданында мектеп-интернатында бітіреді. 10 жылдық орта мектепті бітірісімен аудандық газетте еңбек жолын корректорлықтан бастап, тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, редактордың орынбасары. Қазақстанның 3 ауданы Өзбекстан қарамағына өткен жылдары Сырдария облыстық телерадио комитетінде радиода редактор болып істейді. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін оқып бітірген. Білімді, білікті сақа журналист арада көп уақыт өтпей Алматы жоғары партия мектебіне оқуға аттанады. Жолы болып оқуға түседі. Сабақ тек орыс тілінде жүретін оқу орнында білім алған Жолбарыс аға мұнда да алғырлығын, орысшаға осал еместігін байқатты. Партия мектебін бітіріп келісімен саяси сауаты мықты, әмбебап мықты маман Киров аудандық партия комитетіне нұсқаушы болып жұмысқа қабылданды. Содан көп ұзамай оны партия комитеті Өзбек ССР-ның 40 жылдығы совхозына ауылдық советтің төрағасы етіп жауапты қызметке жіберді. Көп уақыт өтпей оңтүстік Қазақстан газетінің Мақтарал, Жетісай, Киров және Шардар аудандары бойынша меншікті тілшісі қызметіне кіріседі. Қара шаңырақ басылымның ақ босағасын ақ тілекпен аттаған ол шағын хабардан бастап, суреттеме, очерк, репортаждарды өндіріп, сырлы да сұлу сөздермен өрнектеп, төгілтіп жазды. Аймақта жүріп танылған қаламы қуатты, жаны шуақты қаламгер ағамызды бұдан соң Шерхан Мұртаза Республикалық социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінің оңтүстіктегі Мақтарал, Жетісай, Киров аудандары мен Өзбекстандағы меншікті тілшісі етіп жұмысқа қабылдады. Талай мен атайын сен тұр дейтін сөз мергендері шыққан құтты шаңырақта еңбек етіп, міндет жүгі салмақтана түсті. Жазушы-публицист Аян Нысаналин екеуі Ташкентте Өзбекстан Республикасының президенті Ислам Каримовпен жүздесіп, көрші елдің тыныс-тіршілігі туралы цикл материалдар жазды. Әрбір журналистің өмір жолында самғайтын бір сәті болады. Жолбарыс Тілеуұлының шығармашылығы аға газетте істеген жылдары бөлекше жарқырай түсті. Сырлы сөзбен көркемделіп, құнарлы тілмен өрілген, терең ойға құрылған мақалалары жиі жарияланып тұрды. Сөйтіп ол Шерағаңның шекпеннен шыққандар қатарына қосылып, үлкен талап пен талғам мектебінен өтті. Бұдан соң тағдыр бұйырумен Жолбарыс аға Асығат аудандық кеңесінде төраға көмекшісі болып істеді. Аудан басшысы Тойым Жүнісов ағамызбен қызметтес болып, қарауында істей жүріп, бұрынғыдан да ысылып, шынығып, шыңдала түсті. Өте білімді, таным түсінігі, пайым парасаты кең, әділ, тура мінезді басшыдан мол тәлім ғибрат алды. Ал 1991 жылы Асығат аудандық қоғамдық саяси шұғыла газетіне бас редактор болған кезде төске түсіп шыңдалған есімі республикаға, облысқа танымал журналист, публицист еді. Арада 2 жыл өтер-өтпес Асығат ауданының әкімі Омарбек Нұржанов Жолбарыс Тілеуұлын аудан әкімінің идеология жөніндегі орынбасары қызметіне шақырды. Бұл саланы да ұршықша еріп әкетті. Мұнда да айрықша елеулі еңбек өрнегін көрсете білді. Ауданның қоғамдық саяси, әлеуметтік мәдени өміріне белсене араласып, түрлі іс-шара, бас қосуларды ұйымдастырып, қыз қайнаған жұмыстың ортасында жүрді. Өзіндік ұстанымы, айтар ойы, толғамды пікірі бар басшы екенін байқатты. Ауданның аясы кеңіп 1997 жылы тұңғыш президент жарлығымен бұрынғы 3 аудан ірленген кезде Жолбарыс Тілеуұлы ағамыз аудандық қоғамдық саяси Мақтарал газетіне бас редактор болып келді. Газет таралымын 10 мыңға дейін жеткізді. Ол редактор болған жылдарда газетте фельетон, сын, проблемалық мақалалар жиі жарияланды. Осылайша ірленген аудан газетін үздіксіз түн қата, төс қата жүріп 15 жыл үлкен абыроймен басқарды.
Зейнет демалысына шыққан соң Нарғалима газетінің бас редакторы болып істеді. Сондай-ақ республикалық тәуелсіз рейтинг газетінде меншікті тілші болып істеп, талай-талай өткір мақалалар жазды. Өзі басшылық еткен Мақтарал қазіргі Жаңа Жетісай газетінде ақылдастар алқасының төрағасы, аға тілші болып жұмыс істеді. Жолбарыс ағаның қаламгерлік қасиетіне тән бір ерекшелік, бір сәтте жазудан қол үзген емес. Журналистік шеберлігі келе-келе жазушылыққа ұласты. Күнді түнге, түнді таңға жалғаған газет жұмысында мемлекеттік қызметте жүріп ақ, өмір деректік эсселерден тұратын 15 шақты кітап жазды. Бұл айтуға оңай. Оның астарында қаншама ой толғам, көз майын тауысар уақыт жатыр десеңізші. Еселі еңбегі еленіп бірнеше рет марапат алды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, 20 жыл, 25 жыл мерекелік медалінің, Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл мерекелік медалінің иегері, Мақтарал ауданының құрметті азаматы атағын алып, облысқа сіңірген еңбегі үшін медальмен наградталған. Құтты шаңырақта асыл жеңгеміз Жарқынай апа екеуі 6 ұл қыз өсіріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырды. Осы перзенттерінен бірнеше немере сүйіп отыр. Бүгінгі күні ел сүйсінген бақытты ата мен әжеге біз де қызға қараймыз.